Римдік Колизей ертеден қалған алып. Ежелгі театр Римнің елдің басы деп аталды. Тарихи ескерткіш ұзақ уақыт бойы қирағанына және вандализмге ұшырағанына қарамастан, ол әлі күнге дейін Колизейді көру бақытына ие болғандарға өшпес әсер қалдырады. Дүниедегі ең атақты қиранды ежелгі Римнің сауда белгісі Колизей. Егер Веспасиан өзінің алдындағы Неронның билігінің іздерін жоюды шешпегенде, мүмкін ешқандай Колизей салынбас та еді. Осы бағдарлама аясында империяның ең ірі циркі, Алтын сарайдың сәнін келтірген аққулар бар тоғанның орнында 70 мың көрерменге арналған зәулім амфитеатр бой көтерді. Оның ашылуына арналған ойындар біздің заманымыздан 80 жылы 100 күн бойы тоқтаусыз жалғасты. Осы уақыт ішінде 2000 гладиатор және 5000 жабайы аң бірін-бірі жыртып өлтірді. Рас, өрт сөндіруші императордың естелігін өшіру оңай болған жоқ. Ресми түрде жаңа арена Флавиан амфитеатры деп аталды, бірақ ол тарихта Колизей ретінде қалды. Бұл атау шамасы өзінің өлшемдерін емес, орасан зорды білдіреді. Биіктігі 35 метр, күн құдайы бейнесіндегі Нерон мүсіні. Ол көне құдайдай тұрды, көтерілген күн сәулесімен нұрланған, оның қалпы шайқасының кез келген нәтижесіне дайын екенін білдірді. Жас жігіт еш ойланбастан жауды тесіп өте алады, немесе өлім жарақатынан құлап кете алды. Бірнеше секундқа созылған шиеленісті тыныштық. Содан кейін аренада айғай мен айқай шықты. Көрермендер қанға шөлдеді. Бүгін таңертең гладиаторлардың шайқасын, қатыгез ымырасыз шайқастарды тамашалауға 50 мың көрермен жиналды. Колизей бүгін тағы да варварлар құрбандық шалатын орынға айналады. Және ол әрқашан солай болады. Колизей ұзақ уақыт бойы Рим тұрғындары мен келушілер үшін гладиаторлар шайқасы, жануарларды қудалау, теңіз шайқасы сияқты ойын-сауық көріністерінің негізгі орны болды. Христиандар Колизейде өлім жазасына кесілді деген танымал пікірге қарамастан, соңғы зерттеулер бұл кейінгі жылдары католик шіркеуі жасаған миф екенін көрсетеді. Император Макринос кезінде ол өрттен қатты зардап шекті, бірақ Александр Северустың бұйрығымен қалпына келтірілді. 248 жылы император Филипп әлде Римнің 1000 жылдығын Колизейде керемет қойылымдармен тойлап жатқан болады. Гонориус 405 жылы ұлы Константиннен кейін Рим империясының үстем дініне айналған христиандық рухымен келіспейтіндіктен гладиаторлық шайқастарға тыйым салды. Дегенмен Колизейде ұлы Теодорик қайтыс болғанға дейін жануарларды қудалау жалғасты. Осыдан кейін Флавиан амфитеатры үшін қайғылы уақыт келді. Варварлықтардың шабуылы Флавиан амфитеатрын қаңырап бос қалдырды және оның жойылуының басталуын белгіледі. 11 ғасырдан 1132 жылға дейін ол өз азаматтарына, әсіресе Франгипани мен Аннибали отбасыларына ықпал ету мен билік үшін бір-бірімен бәсекелескен асыл римдік отбасылар үшін бекініс болды. Алайда соңғылары Колизейді император Генрих VII беруге мәжбүр болды. Ол оны Рим сенаты мен халқына ұсынды. Сонау 1338 жылы мұнда жергілікті ақсүйектер коррида ұйымдастырды. Бірақ сол уақыттан бастап Колизейді жүйелі түрде қирату басталды. Олар оны құрылыс материалдарын алу көзі ретінде қарастыра бастады. Тек құлаған тастар ғана емес, одан әдейі үзілген тастар да жаңа құрылыстарға бара бастады. Сонымен 15-16 ғасырларда Рим папасы 2 Павел, одан Венециандық сарай деп аталатын кардинал Риарио кеңсе сарайын, Павел 3 Палаццо Форнес сарайын салу үшін материал алды. Алайда амфитеатрдың едәуір бөлігі аман қалды. Дегенмен ғимарат тұтастай бөлінген күйінде қалды. Сикстус V оны мата фабрикасын құру үшін пайдаланбақ болды. Ал Климент IX шын мәнінде Колизейді селитр зауытына айналдырды. Рим папаларының ежелгі сәулет өнерінің айбынды ескерткішімен ең жақсы қарым-қатынасы 18 ғасырдың ортасына дейін басталған жоқ, және оны бірінші болып өз қорғауына алған Бенедикт XIV болды. Ол оны көптеген христиандық азап шеккендердің қанымен боялған орын ретінде Мәсіхтің құмарлығына арнады. Және оның аренасының ортасында үлкен крест орнатуды және азаптауларды еске алу үшін оның айналасында бірнеше құрбандық үстелдерін орнатуды бұйырды. Голготадағы шеру және құтқарушының айқыштағы өлімі. Бұл крест пен құрбандық үстелдері 1874 жылы Колизейден алынып тасталды.
Бенедикт 14-нің соңынан ерген папалар, әсіресе Пиус 7 және Лев 12 ғимараттың аман қалған бөліктерінің қауіпсіздігіне қамқорлық жасауды жалғастырды және құлап қаупі бар қабырғалардың орындарын тіректермен нығайтты. Ал Пий 9 кейбір ішкі кемшіліктерді түзетеді. Амфитеатрдың қазіргі көрінісі минимализмнің салтанаты дерлік. Қатаң эллипс, 3 ретпен жасалған 3 деңгей, дәл есептелген арка пішіні. Бұл ең үлкен ежелгі амфитеатр. Оның сыртқы эллипсінің ұзындығы 524 метр. Үлкен осі 187,77 метр. Кіші осі 155,64 метр. Аренаның ұзындығы 85,75 метр. Ені 53,62 метр. Оның қабырғаларының биіктігі 48-ден 50 метрге дейін. Мұндай өлшемдермен ол 87 мың көрерменді сыйдыра алды. Флавиан амфитеатры қалыңдығы 13 метр бетонды іргетасқа салынған. Бірақ біз ықшамдық бірнеше варвар шапқыншылығының, бір-екі жер сілкінісінің және көптеген ғасырлар бойы заңдастырылған тонаудың нәтижесі екенін түсінуіміз керек. 1750 жылға қарай Рим папасы Бенедикт 14 ақыры масқараны тоқтатуды бұйырған кезде Колизей римдіктерді карьермен ауыстырды. Қала шедеврлерінің жақсы бөлігі оның мәрмәр тақталары мен травертин блоктарынан салынған. Бастапқыда әр аркаға мүсін бекітіліп, қабырғалар арасындағы алып ойық арнайы механизм арқылы кенеппен жабылған. Бұл механизм өте күрделі болды. Оның басқару үшін теңізшілердің жеке командасы жалданды. Бірақ күннің ыстығы да, жаңбырда ойын-сауыққа кедергі бола алмады. Ойындар таңертең гладиаторлардың шеруі арқылы басталды. Император мен оның отбасы алдыңғы қатардан не болып жатқанын қарады. Жанында сенаторлар, весталдар, консулдар мен діни қызметкерлер болды. Одан сәл әрірек ақсүйектер мен басқа да маңызды азаматтар отырды. Келесі қатарларды орта тап иеленді. Содан кейін мәрмәр орындықтар ағаш орындықтары бар жабық галереяға берілді. Ең жоғарғысы плебтар мен әйелдерге, келесісі құлдар мен шетелдіктерге арналған. Колизейдің қабырғалары жақын маңдағы Тиволи қаласында өндірілген травертин тастың немесе травертин мәрмәрінің үлкен бөліктерінен немесе блоктарынан тұрғызылған. Блоктар жалпы салмағы шамамен 300 тонна болат байламдармен өзара қосылды. Ішкі бөліктерге де жергілікті туф пен кірпіш пайдаланды. Бүгінде қабырғалардың әртүрлі жерлерінде көрінетін тесіктер, бұл орта ғасырларда жоғалып кеткен аталған байланыстардың ұялары. Болат жоғары бағаланған және барлық жерде ізденетін дәуір. Сыртынан қарағанда ғимарат 3 деңгейлі аркаларды бейнелейді. Аркалардың арасында жартылай бағаналар, төменгі ярустарда тоскан, ортасында иондық және жоғары жағында карин стилі бар. Қолданыстағы ежелгі монеталардағы Колизей суреттері ортаңғы және жоғарғы деңгейлердің аркаларының аралығында әрқайсының мүсіндері болғанын көрсетеді. Үстіңгі аркада деңгейінен жоғары 4-ші қабат көтеріледі. Ол каринф пилястрлармен бөліктерге бөлінген және әрбір бөліктің ортасында 4 бұрышты терезе бар тұтас қабырғаны білдіреді. Эллипстің үлкен және кіші осьтерінің ұштарында 3 аркалы қақпалар түріндегі 4 негізгі кіреберіс болды. Бұл қақпалардың екеуі императорға бекітілді. Қалғандары қойылымдар басталғанға дейін салтанатты шерулерге, жануарларды қабылдауға және қажетті машиналарды әкелуге қызмет етті. Бағдарламаның бірінші саны мүгедектер мен сайқамазықтар болды. Олар да шайқасты, бірақ ауыр және қансыз. Кейде әйелдер де пайда болды. Садақ атудан жарысты. Содан кейін ғана гладиаторлар мен жануарлардың кезегі келді. Олар әсерді күшейту үшін жертөледен аренаға көтерілді. Шайқастар өте қатыгез болды. Бірақ христиандар соңғы мәліметтерге сәйкес Колизей аренасында ешқашан азапталмаған. Христиандық ресми түрде мойындалған соң 100 жылдан кейін ойындарға тыйым салынып, жабайы жануарлардың шайқасы 6 ғасырға дейін жалғасты. 12 ғасыр өткен соң Колизейдің қалдықтары меланхолик рефлексиялар және идиллиялық пейзаждардың сүйікті тақырыбына айналды. Мұнда түнде айдың жарығымен көтерілуді әрбір саналы саяхатшы өзінің міндеті деп санады. Соңғы уақытқа дейін тәжірибені қайталау мүмкін болды, бірақ 2000 жылға қарай қоршаудағы барлық тесіктер мұқият жабылды. Енді олар тек белгіленген сағаттарға ғана ішке кіруге рұқсат етіледі. Қалағандар
галереялардың қирандыларына шығып, аренаның астында жасырылған дәліздерде жануарлардың қалай жүгіргенін және шайқасқа дайындалған гладиаторларды елестете алды. Колизейдің артында тағы бір оқулық ғимараты Константин аркасы. Рим тарихындағы соңғы және ең үлкен салтанатты арка. Салынғаннан кейін 2 жыл өткен соң Константин ақыры Византияға көшеді. Алайда оның даңқы мүлдем лайық емес. Барельефтердің көпшілігі бұрынғы жеңімпаздардан жыртылған. Колизей өзінің бастапқы массасының 3-тен 2-сін жоғалтты. Соған қарамастан, бұл бұрын соңды болмаған үлкен 18 ғасырдағы бір сәулетші Колизейдегі құрылыс материалдарының мөлшерін шамамен есептеп, оның құнын сол кездегі бағамен 1,5 миллион скуда деп есептеді. Бұл шамамен қазіргі уақытқа дейін 8 миллион франк. Сондықтан Колизей ежелден Римнің ұлылығының символы болып саналды. Колизей тұрғанда Рим де тұрады. Колизей жойылса, Рим жойылады, және онымен бірге бүкіл әлем жойылады, деді 8 ғасырдағы қажылар. Қазір Колизей Римнің символы және ең танымал туристік орындардың біріне айналды. 21 ғасырда Колизей әлемнің 7 жаңа кереметінің бірі атағына үміткерлердің қатарында болды, және 2007 жылы 7 шілдеде жарияланған дауыс беру нәтижесі бойынша ол ең жаңа дүниелердің бірі болып танылды. Әлемнің 7 жаңа кереметі.